Болат Бопайұлы құрастырған қазақтың ырым-ғұрыптары, малға қатысты ырымдар. Қазақ ырымында қорада тұрған ат иесін көргенде құйрығын көтеріп, борт-борт жел шығарса, сапар нышаны деп ұйғарады. Ал аузын ашып есінесе, жақсылық нышаны деп саналады. Жүргелі тұрған ат құмалақ тастаса, жолдың оң басталғаны деген сөз. Сапар олжалы болады, қуаныш сыйлайды деп біледі. Сүрінген атты ұрмайды, қайта көзін оң алақанымен сүртіп тазалайды. Онысы сайтан аттың көзін басып тұрса, қашып кетсін дегені. Жолаушы келе жатып, аттың сауырына ұрмайды, қамшы салмайды. Себебі жапанда жалғыз келе жатқан жолаушыны қолдап, Қызыр пайғамбар аттың сауырында отырады деп ырымдайды. Мама ағашқа байлаулы тұрған аттар қасынып, бірін-бірі тістелесе, ол жақсы ырым саналады. Құда боламыз, құшақ айқастырамыз, қуанышты мерекелі күн туады деп ағынан жарылады. Өрісте жайылып жүрген малдың қоралы қойдың ортасынан қақ жарып өтпейді. Себебі үйірлі малдың арасында Қызыр пайғамбар жүреді. Қоралы қойдың ортасын жарып өтсе, Қызыр шамданады. Мал екіге бөлінеді, ортасынан айырылады, шығынға ұшырайды деп ырымдайды. Түн ішінде қорадағы малды санамайды. Қандай жақын адам болса да, түн ішінде қорадан мал ұстап бермейді. Өйткені қорада жусап жатқан малмен бірге бақта жатады. Қораның бейқамдығы ыдыраса, мал тыныштығы бұзылады. Малдың күйі бұзылса, төл азаяды, саны кемейді, сапасы төмендейді. Түн ішінде мал берсе, сол малмен бірге малдың құты да, сол үйдің бағы да кетеді деп сенеді. Мініс атын сатқанда, немесе ағайын туысына сыйлағанда ноқтасы мен жүгенін алып қалады. Себебі малдың құты бағы басында деп жориды. Басындағы жүген мен ноқтадан құттың демі бар. Жүген, ноқта қоса берілсе, үйдің бар байлығы еріп кетеді деп ырымдайды. Алып қалған ноқта мен жүгенді үйдің оң жақ босағасына іліп қойып, майлап баптап ұстайды. Жазғытұрым мал төлдеген кезде бірінші сауыннан алынған иіндіні асқа қолданбайды, майды да жемейді. Маймен есіктің жақтауын, маңдайшасын, қазан ошақтың құлағымен сирағын майлайды. Бұл ақ болсын, індет шалмасын, сауар көбейсін, ақ пен бақ қонсын, мал басы артсын деген ниеттен туған жоралғы. Жаңа туылған ботаның құйрығының ұшын кесіп тастайды. Себебі ботаның құйрығына қаратас байлана туады. Құйрығының ұшын кесіп тастаса, сол жабысқан қаратас түсіп қалады да, бота тез марқаяды. Үлкейгенде жүйрік болады деп біледі. Мал сауғанда қолданатын көнекпен үйдегі сабаны төңкермейді. Түбін қолмен немесе таяқпен қағып ұрмайды. Бұлай істегенде көнекпен саба түбінде ұялап жатқан құт қашады, ақ тартылады, ырыс шамданады деп ырымдайды. Мал төлдеп жатқанда басқа біреуге мал сыйламайды. Төлді біреуге атамайды және сатпайды. Бұлай істесе киесі шамданады. Жаңа туылған төл 40 күн өткенше иесіз болады. Сондықтан бақ пен байлық басқаға ауысады. Мал шығынға ұшырайды. Індет жиілейді. Қора қаңсып, бос қалады деп ырымдайды. Соғымға сойылған малдың жілігін шаққанда, майы толық тоқ болса, сол жылы мал жылы, жайлы, майлы, көңіл жайлы тоқшылық болады. Қыстан қысылмай, малымыз бен жанымыз қыстаудан тарықпай аман болады деп нанады. Үйге қонған қонақты да ырымдайды. Қонақ қонған күні мал төлдесе, көтен асып қонақты сыйлайды, киіт кигізеді. Қонақ аттанарда жеңіл желпі орамал, шыт секілді бір нәрсені алып қалады да, сол күнгі төлдің бір жағына тағып қояды. Онысы малдың құты жолаушымен еріп кетпей, өзінде қалсын дегені. Өзі мініп жүрген атын соғымға соймайды. Біреуге берсе, ноқта жүгенін алып қалады. Бір тал қылын үзеді. Онысы құты, бағы және соры болса, берген адамға көшпесін дегені. Малға оба тисе, қасиетті саналған адамдардың моласынан топырақ әкеліп, малды ұшықтайды. Кейде қоралы малды айдап барып қабір басына түнетеді. Оба да бір қасиеттің белгісі, оның да күшті қорғаушысы болады деп ырымдайды. Жолаушы сапар шегіп келе жатқанда, жол бойында тұмсығы жолға қарап, аттың не түйенің қубасы жатса, жол ақ, оң болады деп жориды. Ал керісінше жатса,
Жолаушы аттан түсіп қубастың тұмсығын жолға қаратып қойып кетеді. Онысы жолым болсын, менен кейін келетін жолаушының да жолы болсын дегені. Тасты бет алды шақылдатпайды, біріне бірін қажамайды. Өйтсе қасқырдың тісі қышиды, қорадағы өрістегі малға шабады, мал шығыны көбейеді, жұт болады деп ырымдайды. Мал басын, көген басын, төл басын сатпайды, басқаға бермейді, соймайды. Ол малдың құйрығына, мүйізіне қызыл шүберек байлап өсіреді. Төл басы аман болса, төл молаяды, байлық оралады, мал шығынсыз өседі, мал құты сақталады, жұт азаяды, мал бағы төл басында, көген басында тұрады дейді. Мал басынан аттамайды, малдың бағы басында тұрады. Басынан аттаса бағы қашады, құты кетеді, мал киесі атады деп ырымдайды. Мал төлдеп жатқанда үйдегі бақанға, керегенің басына қойдың құйрығын қызыл шүберек байлап іліп қояды. Онысы елдің көзі малға, төлге түспей үйдегі құйрыққа түссін дегені. Алысқа жолаушылағалы атқа мінгенде ат күрсініп есінесе жол болмайды деп ырымдайды да, сол күні сол атпен жолға шықпайды. Атты босатып қоя береді. Ертеңінде басқа ат мініп, жалына ақ байлап жолға шығады. Аттың жалы оң жағына жығылып жатса, жол болады деп ырымдап, сол атты мініп жолға шығады. Бала туа қалғанда сүйіншісіне біреу-міреу құлын атап бәсіре берсе, сол құлынды қастерлеп, баланың тағдыры аман болсын, жасқа толсын деп оны соймайды, сатпайды, басқа біреуге сыйламайды. Оны сәбидің дүние есігін аша салып ие болған тұңғыш құты деп санайды. Оны басқаға берсе, не сойса, есейгенде кедейліктен көз ашпай, қолы құтсыз болады деп ырымдайды. Түнде ай далада жалғыз жайылып жүрген сиырды көрсе, қамшымен сабайды. Себебі жеті қараңғы түнде ай далада жалғыз жайылып жүрген сиыр дертке шалдығады. Ондай сиырдан ұшық жабысады деп сенеді. Жал құйрығының арасында шоқ-шоқ ақ қылы бар жылқы құтты саналады. Оны сатпайды, біреуге бермейді. Себебі сол малмен бірге құт береке кетеді, мал тоқтамайды деп ырымдайды. Мал күйті аяқталған соң қашқан малдан арам туылған төлді мал иесі өз тұрмысына пайдаланбайды. Күйі нашар біреу-міреуге садақа етіп береді. Өзі пайдаланса, мал құты қашады, мал басы азаяды, мал перісі шамданады деп жориды. Меңсіз қапқара малды қонаққа соймайды, сыйға тартпайды. Тым тұнжыр түс тұңғиыққа бастайды, қонақ ренжиді деп санайды. Шарасыздан союға турат келсе, мүйізіне ақ шүберек байлап сояды. Мұнысы ақ тілеу қабыл болсын дегені. Қонаққа меңсіз қара малды соймайтыны, бұрынырақта бақсы балгер ауырған адамды қара малмен ұшықтап, ұшық шығаратын болған. Сондықтан қонақ, мен сау адаммын, ауру адамға арнайтын малын жемеймін дейді екен. Ел жайлауға шыққан соң желі тартып, алғаш бие байлаған кезде үйірдің бастаушысы айғырдың сауырына май жағады. Мұнысы үйірдің төлі көбейсін, қымыз мол болсын, жаз жайлау жайлы өтсін дегені. Түйе түлігінде аруананы соғымға соймайды. Егер соғымға соятын болса, сол әулеттен күш-қуат кетеді, көлік кетеді деп жаман ырымға балайды. Аруана үйдің де төлдің де құты деп санайды. Сол үйдегі құтты аруана сақтап тұрады деп ойлайды. Соғым сойған күні тоқпақ жілік асады. Үйдегілер етті тоя жейді. Мұнысы сол жылы ас мол, қарын тоқ болсын дегені. Мал төлдеп жатқан кезде сақал мұрт, шаш алуға тыйым салынады. Себебі төл шала туады, індетке жолығады, апатқа ұшырайды деп біледі. Түйе мойнын созып жіберіп, басын жерге салып жатса, ұзақ жол немесе көш басталады деп ырымдайды. Қой топалаң дертке шалдыққанда арша өртеп аластайды, немесе елсіз далаға айдап тастайды. Қоралы қойға қасқыр шапса, бірер малын жазым етіп кетсе, көк бөрінің аузы тиді, көк тәңірі қолдады, мал өседі, жан аман болады деп ырымдайды. Қазақ ырымдарының нағыз керектерін елеусіз қалдырмай есте сақтай жүрсек, төрт түлік малымыз да өрісі кеңейіп, көбейе өргізіп жүруімізге себін тигізер деген ойдамыз.